Бүгін верификация жасау кезіндегі қателіктерді қалай өшіреміз, сол жөнінде үйрететін боламын. Ол үшін кабинетке кіреміз. Өзіміздің официальный сайт арқылы, Google арқылы кірсеңіздер болады, немесе Академия бизнес арқылы кабинет партнеров деген жердер, логин парольдеріңізді жазып, кабинетке кіріп алдыңыз. Ары қарай не істейміз? Мына жерде 3 сызық тұр. Соны басқан кезде мой профиль деген жер бар. Мой профильді бассаңыздар, міне аты жөндеріңіз шықты. Енді бізде редактировать профиль деген жер бар. Соны бассаңыздар, именно верификация жасаған кезде сізде қателік кетті. Соны регистрационное сведения деген басасыз. Міне метрке алдардың осылай қойылған, қате кеткен. Яғни кішкентай балалар болса, бірінші бетіне метркені полный суретін сыйдыру керек, және екінші фотоға ата-анасының анасыныкін мысалы, удостоверениянын алдын түсіріп қойып қою керек. Бұл менің балам деген сияқты келтіріп, сондықтан балаларға келген кезде именно осылай фотоға түсіреміз. Енді мына бұл қате болғаннан кейін бұны өшіру керек болып тұр бізге. Ол үшін не істейміз? Фотоны кішкене үстінен басып жіберсеңіздер, мынандай бір не шығу керек, ящик. Шығу сәл қиындау, бірақ сонда да шыдап, пока мынандай белгісі шыққанша басасыз да, мына жердегі удалить деген ящикті басып, окейді басасыз. Өшті. Енді екіншісіне міне бассаңыздар қайта-қайта бүйтіп шығып кете беруі мүмкін, бірақ сонда да сәл шыдап, пока шыққанша міне тағы да өшіріп тастаймыз. Болды. Енді басынан бастап жаңа қателіктер қай жерінен кетті, соны дұрыстап қайтадан загрузить етсеңіздер болды. Ары қарай сохранить етесіз, болды. Сонымен верификация жасалынған болады.